Бұл тарих мұғалімнің қолына не келетінін әлі ешкім білмейді. Сәлем достар, сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін біз «Битва преподов», яғни «Мұғалімдер шайқасы» атты фильмге қысқаша шолу жасайтын боламыз. Фильмнің басты кейіпкерлері Рон Стрикланд, Энди Кэмпбелл және психолог Холли. Бұл фильмнің басталған сәтінде бізге мына жынды мектептің каникулға дейінгі соңғы күндерін көрсетеді. Оқушылар ойына келгендерін істейді. Даже қарауыл ағайдың мазасын алып, оны машинаның ішіне қамап жынды қылады. Бір кезде мектеп жабдықтарын қирата бастайды. Олардың мектеп мұғалімдеріне түкіргені бар. Бірақ мына ағайдан қатты қорқады. Рон Стрикланд деген қатал тарих мұғалімі. Оны көргенде кез келген адам бұтына жіберіп қояды. Ал мынау болса ағылшын мұғалім Энди. Ол өте жуас, қой аузынан шөп алмайды. Шөп алса да көп алмайтын жігіт. Бір кезде мұғалімдер бөлмесіне Рон кіреді. Бәрі тынышталып қалды. Ол кофе машинаның тілін білмеген соң Эндиден көмек сұрайды. Сосын Эндидің ат души түсіндіріп, оған дайындаған кофесін төгіп кетіп қалады. Бір кезде Эндидің сабағы болып жатса, тақтаның үстіне біреу боғауыз сөз жазып қойыпты. Сөйтсе ол мына отырған сары бала екен. Ол сары бала гей екен. Сосын мектептегі мұғалімдерді қысқартып жатыр деген өсек шығады. Сыртқа шықса, психолог Холли әзірге 2 мұғалімді шығарып жібергенін айтты. Эндидің қызы мектептегі жарысқа дайындалып жатыр. Ал әйелі болса жақында босанады екен. Сөйтіп Энди туалетке кіріп қалса, өз-өзін қанағаттандырып жатқан боқ мұрын баланы көріп қалады. Ал жігіт болса ыржиып тоқтамайды. Энди кетіп бара жатса, оны Рон тоқтатып көмек сұрайды. Энди көмектескісі келмей кетіп бара жатса, Рон пышағын алады. Бірақ оны қорқыту үшін емес, көмектесу үшін екен. Әйтпесе краскаға шомылады екен. Сосын Энди жарайды, оны көмектесейін деп, екеуі бір сыныпқа келді. Ол жерде ескі теледидар бар екен, және ол өшіп қала береді. Екеуі мылжыңдап тұрғанда оқушылар күлкіге қарық болды. Энди еңкейіп, анау отырған бұйрабас оқушының әдейі өшіріп отырғанын байқап қояды. Оны көрген Рон жынданып әлгі бұйрабастың телефонын алып сындырып тастайды. Сосын Рон Эндиге болды, сен боссың, кете бер деген кезде теледидар қайттан өшіп қалады. Ал Энди болса тағы бір қулықты байқайды. Сол кезде Стрикландтың шыдамы таусылып, шкафтарды қиратып, балта алып келіп партаны күл-талқан етеді. Шошып кеткен Эндиге қарап, біреуге айтатын болсаң көзіңді құртам дейді. Мұны естіген мектеп директоры басын ұстап отырып қалып, 2 мұғалімді шақыртады. Партаны сындырған кім екенін айтпасаңдар, екеуіңді де жұмыстан шығарып жіберем дейді. Энди сол кезде амал жоқтан өзінің әріптесін саусағымен көрсетіп сатып жібереді. Рон болса, мен сенің көзіңді құртам, сабақтан кейін автотұрақта кешікпей кел, адамды сатудың қандай екенін көрсетем дейді. Сөйтіп Энди сабаққа кірсе, олардың төбелесетіні жайлы бәрі біледі екен. Сосын Энди қорыққаннан басқалардан көмек сұрай бастайды. Психолог оған бір удар өткізде өтірік талып қал дейді. Ал діс-шағай болса, сенің шаруаң бітті дейді. Содан барып күзетшіден көмек сұрайды. Ол да болмаған соң құтқару қызметіне хабарласады. Олар керісінше өзіне күліп Эндиді мазақтайды. Сөйтіп амал жоқтан Энди бір балаға барып есірткі беруін сұрайды. Ол есірткіні Ронның сумкасына тығып қоймақшы болады. Бірақ бала болса, онда сен маған новый ноутбук әпер дейді. Сосын Энди жарайды деп магазин ноутбукты алып кетіп бара жатса, әйелін көріп қалады. Айтуға сөз таба алмаған соң, мына ноутбукты сенің туған күніңе алдым деп құлағына лапшан іліп жібереді. Сөйтіп қайттан магазинге барып, соңғы ақшасына жаңағы жігітке ноутбук әпереді. Сосын Ронның сумкасына есірткіні тығып полиция шақырады. Түрменің ішінде Энди бір алып денелі тақырбас бұзақыға барып, анау отырған баклажан сені мазақтады дейді. Сосын егер анау қара жігіт басын изесе, сен келіп бір жерін айыр дейді. Сосын Энди Ронға барып, енді екеу татуласқан кезінде Рон басын изеп қояды. Ал анау жігіт оны басқаша ойлап, Ронға тиісе бастағанда, Рон оның бір жерін айырып тастайды. Ал Рон болса, бұл Эндидің ісі екенін түсініп, ондай болса біз бүгін бәрібір де төбелесеміз дейді. Сөйтіп түрмеден шыққан сәтінде Энди жиналысқа қарай жүгіреді. Ал енді кешке жақын көптен күткен мұғалімдер шайқасы басталды. Екеуі сөйлесіп тұрғанда Стрикланд Эндидің мұрнынан мыңқ еткізеді. Бірақ Энди қайтып тұрып, аяқтан тістеп қатын іске приемдарын істейді. Бірақ бәрібір болмайды. Екеуі біраз төбелесіп, бір кезде Энди құлайды, ал бір кезде Энди Ронды құлатады. Сөйтіп екеуі бағанағы туалеттің ішінде өз-өзін қанағаттандырып отырған баланың алдына келіп құлайды. Сөйтіп бір кезде Рон Эндидің қашып жүрген жерінен қуып жетіп, Тайсон сияқты нокаутқа жібереді. Сол кезде Эндидің баласы дүниеге келеді. Ал Рон болса, оны ауруханаға дейін апарып тастайды. Сөйтіп екеуі жақсы дос болып қалады. Ақыр соңында оқушылар Эндиден қатты қорқатын болады. Міне, осымен фильм бітті. Достар, біздің каналымыздағы басқа да видеоларды көріп кетіңіздер.
және лайк басып подписка істеп комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіп кетуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеода кездескенше.